Бәріңе сәлем. Бүгін тағы да ОБТ жайлы видео болмақ. Яғни қазіргі таңда бізде наурыз ОБТ болып жатыр. Алдында мен қаңтар ОБТ-ға қатысты да видеолар түсірген болатынмын. Көп оқушыға пайдалы болған екен. Енді мен осы жолы да 11 сыныпта оқитын оқушылардың басынан өтетін мәселелерді қозғай отырып, өзімнің бір кеңестеріммен бөліскім келіп отыр. Енді бұл жолғы кеңестер алдыңғы видеодан ерекше бір кеңестер болмақшы. Мен кәдімгідей зерттеп қарадым, яғни факторға сүйене отырып, сендерге айтқым келіп отыр. Жалпы бүгінде мен Нархоз университетіне барған болатынмын. Сол кезде оқушылар ОБТ тапсырып шыққан кезде мен олардан интервью алдым. Яғни сұрақтар қойдым, қандай қателіктер кетті деген кезде мен өзімнің қаңтар ОБТ-да жақсы тапсырған пәндеріме мән бермей кеттім. Одан кейін барып өзімнің нашарлау пәндеріме көбірек фокус қойып кеттім деген сияқты нәрселерді айтып жатыр. Бұл да бір ОБТ-ға дайындық кезінде көп оқушылардың кетіретін қателігі. Мына нәрсеге көңіл бөлем дейді, сосын барып мынау көтеріледі, мынау түсе бастайды. Яғни біз қайталамасақ ұмыта бастаймыз деген сияқты. Одан бөлек басқа да енді қателіктерін айтты. Мен мұқиятсыздықпен жұмыс жасамадым, білетін іс сұрағымнан кетіп қалдым, сөйтіп мен 137 алып қалдым деген оқушыны да көрген болатынмын. Жалпы ОБТ-ға дайындық ол біздің жалпы дисциплинамызды барлығын сынайды, білімімізді сынайды. Сонымен қатар психологиялық жағынан да бізді сынайды. Негізінде біздің мұқиятсыздығымыз, қобалжуымыз көп нәрсеге әсер етеді. Қазір көп оқушылардың мұңы дейін ба, нағыз ОБТ-ға аз уақыт қалды. Мен наурыз ОБТ-да осындай ғана балл алдым. Енді не істеймін? 2 ай қалды. Мен ертең өзім қалаған балды жинай алам ба, грантқа түсе алам ба деген сияқты сұрақтар мазалап бастайды. Өйткені қаңтар ОБТ болған кезде сендердің ойларыңда андай нәрсе тұрды. Әлі 5 ай бар. Мен 5 айда әйтеуір үйреніп шығамын. Наурыз ОБТ-ға дейін осы дайындаламын, жоғары балл алып шығамын, өзім қалған балды аламын деп ойлаулары мүмкін, ойлаған болулары мүмкін. Бірақ дегенмен мүмкін әрекетті дұрыс жасамағандықтан ба, әлде басқа да кедергілердің кесірінен наурыз ОБТ-дан да өздерің қалаған балды жинай алмаған оқушылар да болуы мүмкін. Сондай оқушылар болып жатса, немесе жоғары балл алып, енді ары қарай нағыз ОБТ-да мен өз қалаған осы балымды қайталай алам ба дегенде проблемалар болуы мүмкін. Сондықтан үш түрлі оқушыға да осы видео арналған. Барлықтарың мұқият тыңдасаңдар болады. Ол біріншісі жаңа айтып кеткен, мен жоғары балл алдым, енді нағызда қайталай аламын ба? Одан кейін орташа балл жинады, бірақ мен әттең 120-130-ға жетуім керек еді деп ойланып жүрген, енді ары қарай қалай жетемін деген сияқты сұрақтармен ойланып жүрген оқушылар үшін, және де тағы да азалып қалдым. Мен әрекет жасаған сияқтымын. Енді ары қарай тағы не істеуім керек? Мен өзімнің қолымнан келгенше бәрін жасадым. Ары қарай мен қалай балымды тағы да көтере алам? Кейбір оқушылар болуы мүмкін, тіпті қаңтар ОБТ-дан регресс жасап жіберген. Мысалы 120 балл алып, қаңтар ОБТ-дан 110-115 алып қалған оқушылар да бар. Осы оқушылар көріп отырсаңдар, осы видеоның соңына дейін тыңдаңдар. Жалпы сендерге бүгін бір ерекше кеңестермен бөліскім келіп отыр. Ең біріншісі, мен ізденіп қарадым, өзім де ол нәрсеге негізі келсемін. Қайта оқу ол уақытты өлтіру дейді. Яғни бұл нәрседен біз не түсінеміз? Біз өзіміздің кейде білетін ақпараттарымызды, білетін тақырыптарымызды қайтадан оқи береміз. Ол сен кейбіреулер оны былай шатастырып жатады. Мен білетінді қайталау деп. Ол дұрыс. Бірақ дегенмен қайта бір нәрсені оқи беру, ол уақытты өлтірумен тең. Кейбір кездері біз солай өзімізге жеңіл тақырыптарға бүйрегіміз бұрып тұрады, сол нәрсені оқи береміз, бәрін білетін сияқты күйде жүреміз. Бұған қатысты мынандай ғылыми факт бар екен. Студенттердің 80% тақырыпты қайта оқу арқылы дайындалады дейді. Бірақ бұл пассив реридинг деп аталады екен, яғни ми ақпаратты таниды, бірақ оны ары қарай жаңғырта алмайды. Сонымен қатар мынандай зерттеу бар екен. Вашингтон университетінің зерттеуі бойынша жалпы мәтінді 5 рет оқыған оқушымен 1 рет оқып, артынан тест тапсырған оқушының нәтижесі 40% жоғары болады екен. Яғни айырмашылық 40%. Демек, біз өзіміз білетін оңай тақырыпты ғана оқи беретін болсақ, ары қарай қиын тақырыптарды, басқа нәрселерді қозғамайтын болсақ, ол бізге прогресс алып келмейді. Керісінше біз бір орында тоқтап қаламыз. Сондықтан да нағыз оқу ол біздің миымыздың қиналуы. Яғни күн сайын
біз білмейтін тақырыбымызды, тастап кеткен тақырыптарымызды іздеп отыруымыз қажет. Яғни біз зона комфортада қалып қоймауымыз керек. Итак, білетін тақырыпты оқу арқылы өзімізді алдап жүрмеуіміз керек қой, мен бәрін білемін деген сияқты. Сондықтан, егер күн сайын біздің миымызға нагрузка келмесе, қиналмаса, бәрі жеңіл болып кететін болса, онда біз өзіміз ойлаған нәтижеге жетпеуіміз мүмкін. Сол сияқты өмірде де солай. Біз өзіміздің үйреншікті нәрсемізді жасап жүре беретін болсақ, біз керісінше регресс, артқа қарай деградацияға ұшырауымыз мүмкін. Сондықтан да ұбт-ға дайындық кезінде де осы заңдылықты ұмытпаңдар. Яғни білетін нәрсемен ғана шектелмейміз, барынша білмейтін нәрселерде, ақпараттарды да іздеп отырамыз. Одан кейін екінші кеңес, әрине ол біздің білетін, оқыған нәрсемізді міндетті түрде тестпен бекітіп отыру. Мысалы, біз ақпараттарды оқи береміз, ол бізге андай сезім беру мүмкін, мен бәрін білем деген сияқты. Бірақ біз өзімізді тексермесек, өзіміздің қателерімізбен, кемшіліктерімізбен, білмейтін тақырыптарымызды анықтап, анализ жасамасақ, біз өзіміз ойлаған прогресске келмеуіміз мүмкін. Сондықтан да ақпаратты миға просто кіргізе бермеу керек, оны сыртқа да шығарып отыру керек. Яғни біздің миымыз мынау тереңірек жаңағы өзіміздің миымыздан ақпараттарды іздеген кезде жадымызда ұзақ сақталып бастайды. Яғни біз ақпараттарды тек қана оқу арқылы барлығын білеміз деген сөз емес. Сондықтан да жалпы нейрондық байланыстар ақпаратты қабылдағанда емес, оны жадыдан іздеп тапқанда нығаяды дейді. Яғни біз оқимыз тақырыпты, одан кейін бекітетін тест тапсыратын болсақ, мен мынаны дұрыс оқыппын, мынаны оқымаппын деген анализ шыға бастайды. Ал егер біз өзімізді тексермейтін болсақ, жаңағындай бірінші кеңесте айтқандай, біз барлығын білетін сияқты күйде жүре береміз. И ол біздің миымыз қозғалу қажет, ми қозғалысты қажет етеді. Сондықтан да бұдан бөлек те бір кеңес айтқым келеді. Жалпы жаяу жүрудің өзі пайдалы негізінде. Жаяу жүрген кезде біздің миымызда қозғалып бастайды. Сол сияқты біз өзімізге әрқашан өзіміздің миымыз ана ақпаратты қаншалықты қорытты, бекітті, оны міндетті түрде тестпен тексеріп отыруымыз керек. Яғни бұны қалай жасасақ болады? Мысалы, біз белгілі бір тақырыпты оқып шықтық, 30 минут таймер қойып қойдық. Одан кейін барып осы кітаптан түсінгенімізді айнаға өзімізге айтып берсек болады. Қайталап, мен қазір мына тақырыпты оқыдым, ол мынандай бүйткен, сөйткен, мына жылы осындай болған деп жаңағы оқығаныңды өз-өзіңе айтып берсең болады. Одан бөлек екінші әдіс бар, парақты аламыз, сол параққа жазып шықсақ болады. Мен осындай нәрсені түсіндім. Яғни ми қабылдаған ақпаратты бекіту өте маңызды. Бекітпесек, ол оқылған күйі біздің есімізде қалады, немесе кейбір уақыттардан кейін ол ұмытылып кетуі мүмкін. Сондықтан тест талдау бұл білімді тексеру емес, бұл білімді қалыптастыру процесі. Қате жіберу арқылы ми бұл ақпарат маңызды деген сигнал алады. Яғни біз қатемен жұмыс жасау арқылы, мен мынаны былай түсініппін, дұрыс түсіну үшін осылай оқу керек екен ғой деген сияқты ойлар пайда болады. Келесі үшінші кеңес, ол интервалды қайталау арқылы дайындалу. Яғни біз белгілі бір ақпаратты аламыз, оқып жатамыз, одан кейін барып біз оны бетін жауап кейін қайтадан келмесек, ол ақпарат далаға ұшып кету мүмкін. Яғни біздің жадымызда қалмау мүмкін. Сондықтан жалпы біз жаңа ақпараттың 70%-ын алғашқы 24 сағатта ұмытып кетеді екенбіз. Яғни оған қайтадан оралмасақ, ол уақыт босқа кетті деп санай берейік. Сондықтан да осындай фактқа сүйене отырып, бір аптада бір күн оқыған, мысалы дүйсенбі күні оқыған ақпаратқа 3 күннен кейін, 7 күннен кейін, 14 күннен кейін, 21 күннен кейін арасына интервал уақыттар салу арқылы қайталап оқып отыру өте маңызды. Біздің сол кезде біздің жаңағы қабылдаған ақпараттарымыз қысқа мерзімді жадыдан ұзақ мерзімді жадыға өтетін болады. Солай біз жылдың басынан бастап оқыған ақпараттарымыз соңғы ұбт-ға дейін қалатын болады. Және де қазір өздерің де қарап жүрген болсаңдар, наурыз ұбт-дан кейін мен нені ұмыттым, нені ұмытпадым деген сияқты сұрақтарды қойып отыру керек. Сол кезде шығады. Мен мынаны қайталамағандықтан ұмытып кеткен екем. Ал мынаны мен қайталағандықтан ұмытпаған екем деген сияқты жауаптары шығуы мүмкін. Сондықтан осы наурыз ұбт-дан кейін нәтижелеріңе қарап, осы нәрсені ара-жігін ажыратып жазып шықсаңдар болады. Мынаны қайталау арқылы мен ұбт кезінде есіме түсірдім, мынаны мен қайталамағандықтан ұмытып қалған екем деген сияқты жауаптар шығуы мүмкін. Сондықтан да оқыған тақырыпты мен бір күн 10 сағат арнап болды, бітті деп бетін жаба салып салатын болса, 10 сағаттың барлығы зая кетеді. Сондықтан оқыған тақырыбымызды жаңағы қайталап отыру өте маңызды. Бір күнде 10 сағат оқығаннан көрі аз-аздан оқып,
бірақ оны арасына интервал уақыттар қою арқылы қайталап отыру 5 есе тиімді екен. Сондықтан осы кеңесті де мұқият ескеріп жүрсек. Келесі төртінші кеңес ол араластыру әдісі. Яғни біз сабақ оқып жатқан кезде бір күнімізді тек қана математикаға арнап, және біркелкі тақырыптағы 50 есеп, 100 есепті ғана шығара беретін болсақ, яғни басқа тақырыптарды қоспайтын болсақ, бір ізді ғана есептерді шығаратын болсақ, біздің миымыз автопилотты режимге қосылып кетеді. Одан кейін барып біз ана есептің мәніне қарай емес, тек қана үлгіге қарап, андай робот сияқты шығарып кете беруіміз мүмкін. Яғни миымыз іске қосылмай қалады. Так, мынау қалай болады, мынау қалай болады деген нәрсе болмайды. Белгілі бір деңгейде жаттығу үшін бір типтес есептерді шығаруға ол пайдалы. Дегенмен тек онымен ғана шектелмеу қажет. Өйткені біркелкілік ол мидың жауы. Яғни тек қана бір нәрсені жасай беретін болсақ, ми бір орында қалып қояды и жұмыс жасамай қалады. Сондықтан біз дайындық кезінде, мысалы, математикадан 50 есеп шығардым, содан кейін барып біз тарих, яғни ауызша мен есеп пәндерді микс жасап отыру керек деп ойлаймын. Яғни ми араластыру арқылы миы андай әртүрлі ойлап, әртүрлі қозғалып бастаған кезде біздің ақпаратты түсінуіміз ары қарай оны сақтап отыруға да пайдасын тигізеді. Яғни түйін ретінде контекст ауысқан сайын біздің миымыз ояна бастайды, яғни нейрондық байланыстар орнай түседі. Мысалы, біз нағыз ұбт-ға барған кезде де біз тек қана бір пәнді тапсырып шықпаймыз. Біз бір мезетте 3 сағатта, 4 сағатта 5 пәнді тапсырып шығамыз. Яғни біз оқу сауаттылығын тапсырамыз, одан кейін мат сауаттылыққа көшеміз, одан кейін тарихқа көшеміз. Яғни біздің ұбт-ға дайындық кезде де осылай алмасып отыру арқылы дайындалуымыз қажет. Тек қана бір апта бойы тек есеп пәндерге арнаймын, ауызша пәндерге арнаймын деген сияқты кейде ол кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан да миымыз өшіп қалмасын десек, осы араластыру әдісінде қолданып көрейік. Келесі 80-20 Парето заңын қолдану. Яғни наурыз ұбт-дан кейін біз анализ жасауымыз қажет. Қандай қателер кетті и алдағы уақытта не нәрсеге мен назар аударам. Яғни біз көп жағдайда 80%-ке жұмыс жасап кетеміз. Яғни 80%-ке фокус қоямыз, бірақ ол кейде ол 20% қана нәтижесін беру мүмкін. Сондықтан біз нақты не нәрсе маған көбірек нәтиже береді дайындық кезінде? Кітап оқу ма, или видеосабақ көру ма, әлде жұппен бірге дайындалу ма? Не нәрсе маған икемді, не нәрсе маған жақсы нәтиже беріп жатыр? Соны анықтап алу қажет. Сосын барып келесі дайындықтарда сол 20%-ті тауып алып, сол 20%-ке назар аударсаңдар, ертең ол 80% нәтижесін беретін болады. Яғни наурыз ұбт-дан кейін не нәрседен қателестім, не нәрсені дұрыс жасамадым, барлығын тізіп шығамыз. Яғни біздің қателескен сұрақтарымыз екі нәрсеге бөлінеді. Ол ұмытқандықтан қателестім, немесе сол тақырыпты түсінбегендіктен. Ұмытқандықтан қателескендердің барлығын біз қайталап шығамыз. Түсінбегендіктен қателескен тақырыптарды қайтадан оқып шығамыз, түсініп шығамыз. Яғни мұғалімнің көмегі керек болуы мүмкін, немесе кітаптан өздерің де оқып түсініп кетулері мүмкін. Қосымша немесе ютубтан видеолар қарасаңдар болады, кураторларыңа жазсаңдар болады, митқа қосымша сабақ өтейікші деген сияқты өтініштер айтсаңдар болады. Яғни ұмытқандықтан кетірген қателіктерді қайталап шығамыз. Түсінбегендіктен қате жіберген тақырыптарды қайтадан түсіну үшін әрекеттер жасайтын боламыз. Сол кезде нақты шығады. Не нәрсе маған нақты нәтиже береді. Яғни 20% не нәрсе. Соның барлығын анықтап алып, соған қарай фокус қоямыз. Біз көп жағдайда не нәрсенің нәтиже беретінін білмегендіктен көп әрекеттер жасап бастаймыз. Ал көп әрекет жасау ол жақсы нәтиже береді деген сөз емес. Біз білмегендіктен фокусымыз әр жаққа кетіп қалады. Содан кейін барып өзіміздің ойлаған нәтижемізге жетпей қалуымыз мүмкін. Сондықтан нағыз не нәрсе пайдалы, сол нәрселерге фокус қойып, сол нәрсеге энергия жұмсап, қалған нәтиже бермейтін әрекеттердің бәрін сызып тастаймыз. Өйткені бізде 2 ай, яғни аз уақыт қалды. Аз уақыт қалған кезде осылай өзімізге нақты жоспар құрып, артық нәрселерді алып тастап, сұрыптап алу қажет деп ойлаймын. Келесі 6-шы кеңес өзіңді жеңімпаз ретінде сезіне алу. Яғни елестету, сенімді болу. Өйткені сенімділік, сенім ол үлкен әсерін береді. Біз қанша жерден еңбектенсек те, ол нәрсеге болатынына сенбесек, елестете алмасақ, ол нәрседен нәтиже шықпауы мүмкін. Жалпы маған жетістікке жеткен адамдардың өмірін, ойларын тыңдаған ұнайды. Осы жақында Еркебұлан Тоқтардың контентін қарадым. Барлығын бұл кісіні танисыңдар деп ойлаймын. Сол кезде ол кісі бір сторис салды. Жалпы мен бойға шықпас бұрын өзімді рингта жеңімпаз ретінде елестетемін дейді. Сол әрекеттерді жасаймын дейді. Мысалы, менің қолымды былай көтеріп жатыр деген сияқты. Яғни бұл жеңіске
жеткенге дейін сондай бір өзіңді жеңіске жетіп қойған сияқты сезіне алу, елестете алу өте маңызды. Бұндай әрекеттерді көбісі жасайды. И сол нәрсені әрекетті жасайды, соны елестетеді, соған сенеді. Бұл да бір әсерін береді негізінде. Мысалы, нағыз ұбт-ға кірер алдындағы біздің 15 минут елестете алуымыз, сезіміміз бәрібір де әсер етеді. Көп нәрсені өзгертіп жіберуі мүмкін. Мысалы, біз нағыз ұбт-ға бара жатқан кезде, немесе наурыз ұбт-ға бара жатқан кезде, жалпы ұбт-ға бара жатқан кезде 15 минут бұрын біз өзімізді қалай сезіндік, сол күні қалай тұрдық, ұйқыдан онша емес болып тұрдық па, көңіл күйіміз бір сәт түсіп кетті ма, ол да әсер етеді. Біз қанша жерден өте керемет білімді болып тұрсақ та, состояние дейді, ондай күйіміз онша емес болып кетіп, неше түрлі ойлар, қобалжулар, стресс әсер етіп кететін болса, ол белгілі бір деңгейде ұбт кезінде ана сұрақты біліп тұрсаң да шатасып кетуге, немесе еске түсірмеуге әсер етеді. Сондықтан да сенімді болу, өзіңді жеңімпаз ретінде елестете алу, мен қазір уже жоғары балл алып қойдым, мен грант иегері атандым деген сияқты, сол сенің жеңіске жеткен сәтің болып қойған сияқты елестету, сезіну, ол кәдімгідей әсер етеді. Мысалы, біздің ұбт тапсырып жатқан кездегі жаңағы сенімділік біздің анау түбімізде қалып қойған ақпаратты да жылдам шығарады екен. Яғни сондай бір зерттеулерде ғылыми негіздемеге сүйенсек, сондай нәрсе бар екен. Өзіне сенімділік деңгейі ақпаратты еске түсіру жылдамдығын тікелей әсер етеді. Ал егер біз сенімсіз болып тұрып, қобалжып, қазір мен қаталып қалатын сияқты, мен нашар алып қалатын сияқты деген ойлар бізді кәдімгідей денемізге де әсер етіп кетеді, көңіл күйімізге де әсер етеді. Сондықтан да жалпы егер құласам не болады емес, мен егер білмей қалатын сұрақ келсе, мен оны тасап кетемін да, білетін сұрақтарымды бірінші белгілеп аламын, сосын барып асықпай келіп білмейтін сұрақтарыма келемін деп өзімізді жақсы настройға дайындайтын болсақ, барлық жақсы болады. Ал егер мен білмей қалатын сұрақ болса не болады, мә басымды ұстап бүйтіп отырам, ана жер ыстық болса не болады деп, андай артық информацияларды ойлау дұрыс емес негізінде. Сондықтан барлық жақсы болады, күшті болады деген кезде сондай бір настроймен кірсек, егер біздің компьютеріміз істемей қалған кезде де біз оны жақсы қабылдайтын боламыз. Ал егер онша емес көңіл күймен, сондай бір күймен кіретін болсақ, андай кішкентай қаламның өзі жерге түсіп қалғанның өзі бізге андай катастрофа болып сезініп кетуі мүмкін. Мә, қалам түсіп қалды, мен уақытым кетіп қалды, мен фокусым шашырап кетті деген сияқты ойларға алып келуі мүмкін. Сондықтан да жалпы сендерге айтар кеңесім, қазірден бастап өздеріңді жоғары балл алып қойған сияқты соған бір дайындап, елестете біліңдер, соған сеніңдер. Сенім кәдімгідей нәтижеге әсер етеді. Сенім болмаса нәтиже жоқ деп мен әрқашан айтамын. Сондықтан да ең бірінші осы психологиялық жағынан дайын болып, жақсы нәрселер ойлап баратын болсаңдар, барлығы жақсы болады. Бірақ осы жерде ескеріңдер, сенімділік, тым қатты сенімділік дегенмен шатастырып алмаңдар. Ой, мен жыртып тастаймын, мен есік теуіп кіремін, теуіп шығамын деген сияқты тым қатты өздеріңе алып кетпеңдер. Бұның барлығы өзі баланстап болуы қажет. Келесі соңғы 7-ші кеңес, яғни ұбт-ға кірмес бұрын бір күн өте қатты әсер етеді. Сол бір күн қалғанда сабақ оқымауға кеңес беремін. Яғни ол күні сендер осы уақытқа дейін әрекет еттім, енді әрекетменен, яғни процесменен нәтиже аладан. Яғни әр қарай ертең қалай болады, барлығын Аллаға тапсырдым, мен өзімнің әрекетім жасадым деп өздеріңе ұнайтын іспен айналысыңдар. Егер гитара тартып ән айту ұнаса, отырып алып гитара тартып ән айтыңдар. Мен өз басым сендерге далада жаяу жүруге кеңес беретін едім. Жаяу жүрген кезде әртүрлі ойлар келеді. Сол кезде барлық жаман келіп жатқан қорқынышты ойлардың бәрін сарп етіп алып тастаңдар. Тек қана жақсы нәрсе ойлаңдар. Так, ертең мен күшті көңіл күймен кірем, күшті көңіл күймен шығам деген сияқты. Осы уақытқа дейін дайындалдым. Ең бастысы ниетім түзу. Сол дайындығыма сай нәтиже бере көр деген сияқты тілеп, жалпы өздеріңнің дұғаларыңды оқып, жақсы көретін адамдарыңмен сөйлесіп, тілдесіп деген сияқты, жақсы музыка тыңдап, фильм көруге болады. Яғни орысша айтқан кезде, бір күн қалған кезде өздеріңді расслабленно сезінулерің керек. Яғни бір күн қалған кезде өзімізге ұнайтын істермен айналысып, өзіміздің күйімізді жақсартуымыз керек. Сол кезде ертесінде жақсы көңіл күймен кіретін боламыз. Ал егер жақсы көңіл күймен кіретін болсақ, сенім болатын болса, өзіміздің қалаған балды да алып шығатын боламыз. Енді осы кеңестердің барлығын түйіндейтін болсақ, қаңтар ұбт, наурыз ұбт ол жай ғана диагностика болды. Сендердің осы кездегі деңгейлеріңді анықтау. Яғни бұл соңы емес. Егер нашар алып қалсам, болды, бітті, енді мен нағыз ұбт-дан алмаймын деген ой болмасын. Бізде уақыт бар.
2 айдың ішінде де жақсы нәтиже жинауға болады. Ең бірінші мына ойлау жүйелеріңді өздеріңнің сенімдерімен жұмыс жасасаңдар, жақсы нәрсе болатына, мен қолымнан келеді деген сияқты ойлармен алға қарай өздеріңді жетелейтін болсаңдар, бәрі жақсы болады. Ал нағыз ұбт енді бұл орындау, яғни осы уақытқа дейін жасаған әрекеттерінің нәтижесін көру. Қазір сондықтан да жаңа білім алатын кез емес, яғни осы уақытқа дейін алған білімдеріңді ары қарай дамытатын, соны тереңнен оқитын, өздеріңнің қателерімен жұмыс жасайтын кезең. Енді алдағы 2 айда алдыңғы видеоларда айтқан кеңестерім бойынша өздеріңнің не үшін дайындалып жатқандарыңды, не үшін оқып жатқандарыңды еске түсіру, мақсаттарыңды, одан кейін соған сай уақытты басқару. Уақыт сендерде емес, сендер уақытты басқара алуларың қажет. Өйткені уақыт аз қалды, бұрынғыдай әлі 5-6 ай бар деген нәрсе жоқ. Сондықтан да 2 ай барлық артық фокус алатын нәрселерден бас тартып, тек қана өздеріңнің осы мақсаттарың ұбт бойынша сол нәрсеге фокус қойып, күнделікті уақыттарыңды жүйелеп, жоспармен жүретін болсаңдар, сол жоспарға жазған нәрселердің барлығын тек ол қағазда ғана қалып емес, іс-әрекетпен жасайтын болсаңдар, және сол іс-әрекеттеріңнің ертең нәтижесін көремін, бәрі жақсы болады деген сенім болатын болса, бәрі жақсы болады. Яғни біз жаман болады десек жаман болады, жақсы болады десек жақсы болады. Біз не ойласақ сол болады. Осы нәрсені естерінен шығармаңдар. Осы кеңестерімді тек қана тыңдап қана емес, ұбт-ға дайындықтарыңа да қосып көріңдер. Сол кезде барлығы жақсы болады. Жүзұртта оқитын оқушы болсаңдар да, оқымайтын оқушы болсаңдар да, осы кеңестерді барлығын ескеріп жасайтын болсаңдар, бұйырса өздерің қалаған балға жетіп, грант иегері атанасыңдар деп сенем. Ең бастысы өзімізге деген сенім болу қажет. Мына қорқынышты ойларды да, өміріміздегі проблеманы да барлығын біз өзіміз миымызбен ойлап алып келеміз. Сондықтан барлығы настройға байланысты. Біз жақсы настройда, күшті көңіл күйде жүретін болсақ, өмірде жеңіл. Яғни өмірдегі барлық нәрселерге ойын ретінде қараңдар. Мен ойын ойнап жатырмын деген сияқты. Барлығына солай жеңіл қарайтын болсақ, қиын деген нәрсенің өзі жеңіл өтіп кетеді. Осы видеоны соңына дейін көргендерің үшін көп-көп рахмет. Сендер үшін пайдалы болды деп ойлаймын. Енді бүгінгі видео менің көбінесе ұбт тапсыратын түлектер үшін, барлық алдағы уақытта ұбт тапсыратын түлектерге сәттілік тілеймін. Баптарың да, бақтарың да қатар жанып, өздерің қалаған балды жинап шығып, ең басы грантқа түсіп кетіңдер. Бәріңе сәттілік, сау болыңдар.